Сәлеметсіздер ме 402 топ студенттері. Бүгін біз мемлекеттік тілде іс-қағазды жүргізу бойынша жеке арыз түрлерімен танысамыз. Мақсаты арыз жазудың түрлерін меңгерте отырып, мазмұнын ажыратады, жеке өмірде қолдана алады. Арыз жазу кезінде қойылатын талаптарды, олардың безендірілуі, лексикасы сияқты ерекшеліктермен таныстыру. Күнделікті өмірде кездесетін әртүрлі іс-қағаздарын сауатты жазып, сапалы жүргізуге үйрету. Енді сіздерге осы сабақты түсіндіре отырып, күтілетін нәтиже арыз жазу түрлерін біледі, арыз жазуды үйренеді, арыз жазу түрлерін мазмұны жағынан ажыратып қолдануды меңгереді. Арызда азаматтардың заң арқылы қорғалатын жеке құқықтар мен мүдделерінің бұзылу фактісі туралы хабарлама жасалып, оны қалпына келтіру туралы талап тілек айтылады. Осыған байланысты балалар, мен сіздерге бірнеше сұрақтар ұсындым. Осы сұрақтар бойынша мен сіздерден қазір жауап күтемін. Арыз жазу кезінде жеке хабарлама айтылады деп айтқан болатынмын. Сұрақтардың ішінде тұр балалар. Осы жерде Ақылима, сен не айта аласың? Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Еркес Бахрима, 402 топ студенті. Біз жеке арыз түрлері атты сабақ өттік. Жалпы осы сабақта менің түсінген кішкене түсініктемем бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтары мемлекеттік ұйымдарға және лауазымы жоғары адамдарының атына белгілі бір мәселемен хабарлама жібере алады. Хабарламаның бірнеше түрі бар. Соның ішінде арыз дегеніміз жалпы бұл өзінің жеке құқықтарына байланысты лауазымды жоғары адамдарға жіберілетін іс-қағаздардың түрлері. Арыздың 6 реквизиті бар. Соның ішінде кімге жолданғаны, кім жолдағаны, мазмұны, қолы, датасы, құжат аты. Және де арыз белгілі бір себептермен жазылады. Онда бір ғана мәселе көрсетіледі. Немесе кейбір мәселе бойынша арыз белгілі бір ұйымның атынан жіберіледі. Бұл ұйымдағы арыз ретінде де беріледі. Жалпы арыз туралы менің түсініктерім осы. Сәлеметсіз бе, менің аты жөнім Сәлімжан Назым. Мен бүгінгі сабақта жеке арыз түрлері жайлы айтқым келеді. Яғни Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтарының атынан, яғни ұйымдар мен лауазымды адамдардың атынан хабарламалар келеді. Яғни хабарламалар ауызша немесе жазбаша түрде жіберілуі мүмкін. Хабарламада аты жөні көрсетілген лауазымды адам немесе мемлекеттік үкімет пен басқару органының басшылары хабарламаны дер кезінде қарауға және ол жөнінде тиісті шешім қабылдауға және белгіленген мерзімге нақты жауабын беруге міндетті. Хабарламаның 3 түрі бар, яғни арыз, өтініш, ұсыныс ретінде. Олар мазмұны жағынан әртүрлі болып келеді. Мысалы, өтінішке азаматтардың заңмен бекітілген жеке құқықтар мен мүдделері жүзеге асырылу мазмұндалатынына байланысты хабарламалар жазылады. Сәлеметсіз бе апай, мен 402 топ студенті Дәуренбек Әлия. Мен бүгінгі сабақта арыздың бірнеше түрі бар екенмен таныстым. Өтініш түрінде жазылатын арыз, шағым түрінде жазылатын арыз, түсініктеме түрінде жазылатын арыз және констатация түрінде жазылатын арыздардың бар екенін білдім. Сәлеметсіз бе апай, менің аты жөнім Болатова Мөлдір Дәулетқызы, және де біздің тақырыбымыз арыз түрлері болатын. Сол тақырып бойынша сіздің берген сұрақтарыңызды қарадым, және де интернеттен де өзім іздендім. Және де сол бойынша айтып өтетін болсам, арыз дегеніміз ұйым басшысының лауазымы жоғары адамның атына белгілі бір ақпаратты, өтінішті және тағы да басқа мәліметтерді жеткізу мақсатында жазылатын іс-қағаздар түрі болып табылады. Оның бірнеше түрлері бар, және де оларды атап өтетін болсам, ол шағым түрінде болады, түсініктеме түрінде және де өтініш түрінде жазылады. Және тағы да бір соңғы түрі, ол константы түрі деп аталады. Және де көлемі туралы айтып өтетін болсам, оның көлемі шағын болады, және де ол бір немесе 3 беттен тұрады. Әлде 500 немесе 5000 белгі арасында жазылатын шағым ғана болады. Назым, Мөлдір, сендердің арыздың не екендігін, арыздың түрлері қандай болатындығын жақсы түсіндіріп өттіңдер. Оны мен өте жақсы сендерден кері байланыс алып отырмын. Енді арыздың құрылымы туралы Ақбота, сен не айтасың?
Сәлеметсіз бе, Клара апай. Мен Жомартов Ақботап 402 топ студенті. Біздің өткен тақырыбымыз арыз, жеке арыз түрлері болған. Мен сіздің берген тапсырмаңызды қарадым, сұрақтарыңызға жауап бердім. Солардың ішінде арыздың құрылымына тоқталғым келіп отыр. Құжат адресациясы, негізгі мәтін, жазылу мерзімі, қолы, қосымша болса, оған сілтеме және арыз жазушылардың қолы. Жақсы, Ақбота. Айдана, сен қандай мәлімет бергің келіп отыр? Бізге көрсете аласың ма мәліметтеріңді? Сәлеметсіздер ме? Мен Жаркент жоғары гуманитарлық техникалық колледжінің 402 топ студенті Нұрмолда Айдана. Бүгінгі біздің мемлекеттік тілде іс қағаздар жүргізу пәнінен жеке арыз түрлері тақырыбында дәріс алдық. Видео сабақ барысында оқытушымыз Клара Бабашқызы арыз туралы көптеген мәліметтермен, арыздың түрлерімен таныстырып өтті. Осы сабақта түйгенімді мен сіздерге қысқаша слайд түрінде көрсетіп отырмын. Сабақта біз үшін ең құндысы арыздың жазылу құрылымы болды деп ойлаймын. Және де арыз жазу барысында ескертулерге де мұқият мән бергеніміз дұрыс. Бүгінгі сабақты қорыта келгенде біз арыз туралы көптеген мәліметтерді біліп қана қоймай, болашақта соны дұрыс пайдалануымызға көп көмегін тигізеді деген сенімдемін. Айдана, сен өте жақсы толық жауап бере алдың. Әріптестерің сені тыңдап, жақсы кері байланыс жүргізіп отыр. Енді Маржанның сұрағы бар екен, тыңдайық. Сәлеметсіз бе, Клара апай. Менің группаластарыма бірінші сұрақ қойып өткім келеді арыз тақырыбына. Бірінші сұрағым, егер арыз бірнеше адамның бірнеше атына жазылса, қандай ретпен және қандай тәртіппен жазылатын еді? Бұл бірінші сұрағым. Ал екінші сұрағым, хабарламаның барлық түрі қандай кеңседен тіркеуден өтеді? Бұл екінші сұрағым. Осы сұрақтарыма нақты және толығырақ жауап берсе. Сәлеметсіз бе, Клара апай. Мен 402 топ студенті Тоқтасын Эльмира. Мен бүгінгі жеке арыз түрлері деген тақырыбында Маржанның сұрағына жауап бере кетсем, бірінші сұрағы, егер арыз бірнеше адамның бірнеше атына жазылса, қандай ретпен және қандай тәртіппен жазылады деген екен. Егер арыз бірнеше адамның атынан жазылса, олар иерархиялық тәртіппен және алфавит ретімен жазылады. Яғни арыз қолмен де, компьютермен де қатесіз жазылуы тиіс. Екінші сұрағы, хабарламаның барлық түрі қандай кеңседе тіркеуден өтеді? Хабарламаның барлық түрі мемлекеттік органдардың және ұйымдардың кеңсесінде өтеді. Және арнайы тіркеу карточкасы аннотациялық парақтармен толтырылады. Апай, мен Маржанның сұрағына жауап бере кетейін. Егер арыз бірнеше адамның атынан жазылса, ол алфавит ретімен жазылады. Әсия, сенің жауабың дұрыс. Енді мен осы Маржанның сұрағына тағы да толықтырып жіберейін сұрақтарына. Жаңа Маржан айтқандай, бірнеше адамнан құрылған арыз тұрады. Ол жерде біз арнайы ретмен алфавит түрінде астында, соңғы жағында жаңағы тіркеледі адамдардың қол қоюы. Қол қоюдан бұрын мен келісемін деген жаңағы сөздер бірге жазылып отырады. Не болмаса, мен осыған қарсы емеспін деген сол арыз жазушы адамдардың сөздермен бірге қол қойылып отырады. Міне балалар, бүгін біз арыз жазудың түрлері туралы өте жақсы сіздерден кері байланыс алып отырмын. Сіздердің тақырыпты түсінгендеріңізге жақсы көзім жетіп отыр. Енді үйге тапсырма алыңыздар. Үйге тапсырма осы түсінгендеріңіз бойынша сіздер енді осыны үлгі бойынша жазып маған жіберіңіздер.